Өнеркәсіп төңкерісі және индустриалды қоғамның әлеуметтік құрылымы. 18 ғасырдың аяғында Еуропаның бірқатар елдерінің өнеркәсібінде мануфактуралық кезеңнен өндірістің фабрикалық жүйесіне көшу басталды. Ол өнеркәсіп төңкерісі деп аталды. Оның техникалық және әлеуметтік жақтары болды. Техникалық жағы ол ғылыми-техникалық революцияның жетістіктерін қолдауды білдірді. Әлеуметтік жағы ол өнеркәсіпте буржуазия, яғни капиталистік қатынастардың нығаюын көрсетті. Аграрлық төңкеріс 16-17 ғасырлардың өзінде Англияда жер иеленуші шаруалар жойылып, бүкіл жер лендлордтардың қолында болды. Олар жерінен айырылған және ақыға жалданып жұмыс істеуге келісетін шаруалардың еңбегін пайдаланатын фермерлер мен кәсіпкерлерге жалға берді. Англияда өнеркәсіптік төңкерістің негізін қалаған аграрлық төңкеріс іске асырылды. Англияда өнеркәсіп төңкерісі тоқыма өндірісінде машиналарды ойлап табудан басталды. Иірілген жіпке деген сұраныс жіп тоқудағы бірқатар өнертабыстарға демеу болды. 1733 жылы тоқымашы механик Джон Кей шұғаны өңдеуге арналған ұшқыр шөлмекті ойлап тапты. Ал 1738 жылы Аркрайт адамның қатысуынсыз жіп иіретін машина жасады. Осы сияқты өнертапқыштық оқиғалар дами бастады. Англиядағы өнеркәсіптің дамуы жаңа қалалардың салынуына әкелді. Жолдар мен көлік санының артуына ықпалын тигізді және жаңа тап өнеркәсіп пролетариаты қалыптасты. Ауыр жүктерді, көмір мен металдарды арзан тасымалдауға мүмкіндік беретін су арналары салу кең етек алды. Ал машиналарды қолдану еңбекақының төмендеуіне әкеліп соқтырды. Көптеген жұмысшылар жұмыстарынан айырылды. Еңбек жағдайы ауыр болды. Жұмыс күні 14 және 18 сағатқа созылды. Мұның барлығы жұмысшылар арасындағы наразылықты тудырды. Жұмысшылардың наразылығы машиналарға қарсы бүлікке ауысты. Жұмыскерлер фабрикаларға лап қойды, машиналарды талқандады, фабрика ғимараттарын өртеді. Неда Луданың атымен лудашылар деп аталды. Лудашылардың әрекеті кәсіпкерлерге орасан залал келтірді. Ал парламент бүлікшілерге өлім жазасы туралы заң қабылдады. Өнеркәсіп төңкерісі жаңа буржуазиялық қоғамның экономикалық іргесін қалап берді. Қоғамда екі негізгі тап – буржуазия және өнеркәсіп пролетариаты қалыптасты. Индустриялық қоғамның қалыптасуы басталды.